Өліп тірілген қыз ертегісі. Ерте заманда бір шал болыпты. Оның бір ұл, бір қызы болыпты. Ұлы мен қызы 17-18 жасқа келгенде шалдың кемпірі қайтыс болған екен. Кемпірі қайтыс болған шал қолындағы бар ірі қарасымен 20 шақты ұсағын беріп, өзі сияқты бір кедейдің жалғыз қызына баласын үйлендіріпті. Шалдың келіні асқан сұлу болған екен. Үйленген соң көп кешікпей шалдың ұлы қайтыс болыпты да, келіні жесір қалыпты. Шал келіні мен қызын асырап отыра берген екен. Келіні басқаға тұрмысқа шықпапты. Күндердің бір күні шалдың үйіне 3 кісі келіп қонады. Оның бірі қарапайым киім киіп, ел арасына шығып жүрген басқа бір елдің ханы екен. Оның көзі шалдың сұлу келініне түседі де: «Мына келініңе құда түскім келеді. Қалың малды мол берейін, маған бер», деп шалға қолқа салады. Сонда шалдың келіні: «Мен атама ұл орнына ұл, қыз орнына қыз болып отырмын. Маған үйленем десең, малдың керегі жоқ. Атам мен қайын сіңілім үшеумізді асырап, осы үйде тұрасың. Әйтпесе мен саған тимеймін», дейді. Ақыры хан үйленіп, шалдың үйінде 3 ай тұрады. Шалдың келіні жүкті болады. Бір күні хан келіншекке: «Мен елімнен шыққалы көп уақыт болды. Еліме барып, қайтып оралайын. Егер мен кешігіп келмей қалсам, ішіңдегі бала мейлі ұл, мейлі қыз болсын, мына жүзікті бер», деп өзінің аты жазылған жүзікті береді де хан еліне қайтып кетеді. Хан қайтып оралмайды. Келіншек босанып ұл табады. Баланың атын Төлепберген деп қояды. Ай артынан ай, жыл артынан жыл жылжып өте береді. Төлепберген 16 жасқа толады. Батыр тұлғалы, анасы сияқты асқан көркем болып өсе береді. Күндердің бір күні ас берген үлкен той болады. Басқа елден де жүйрік ат, атақты балуандар келеді. Төлепбергеннің өз елінде түйе балуан деген балуан бар екен. Ол барлық балуанды жығып, ең ақырында Төлепбергенмен күреседі. Төлепберген оны үйіріп, асықша атқанда қабырғасы күйреп, аяғы сыныпты. Әбден масқара болып, баладан жығылып мертіккен балуан: «Маған жасаған күшіңді көрсетіп, баяғыда тастап кеткен әкеңді неге тауып алмайсың?» депті. Төлепберген үйге келіп, шешесіне: «Әкемді тауып аламын, қайда екенін айтыңдар», деп сұрайды. Болмаған соң Төлепбергенге алтын жүзікті қолына беріп қоя беріпті. Төлепберген айдан ай өтіп, шаршап шалдығып келіп, ен даладағы үлкен қорғаны бар қалың бейіттердің арасына келіп түнепті. Түнде қорғанның бір шетіне бір топ адам келеді де, бір нәрсені тез-тез көміп кетіп қалады. Төлепберген көмген нәрсені ақтарып көрсе, алтын сандық екен. Сандықтың ішін ашса, өне бойы қан-қан сұлу қыз жатыр екен. Сандыққа қоса салған 9 алтын ақша, 1 уыс тұз бар екен. Қыздың шала жаны бар. Төлепберген қызды су жағасына көтеріп келіп,
қанын жуып шайып су жұтқызады. Қызға ескіріп: «Мен сені мұратыңа жеткіземін. Мен қашанда сендікпін. Бірақ екеуміз қосылатын уақытымыз кейін. Сен оған дейін менің аты жөнімді сұрама. Ал сенің аты жөніңді мен сұраймын. Мына 9 алтын ақшамен мені емдеп жаз», дейді қыз. Төлепберген қыздың 9 жерден найза тиген жаралы екенін аңғарды. Қыз басын көтеріп отырады да хат жазады. Ол Төлепбергенге: «30 шақырым жерде қала бар. Қалаға енсең 4 бұрыш үйде ақсақалды шал отырады. Осы хатты соған берсең, ол еріп келеді», дейді қыз. Төлепберген шалға хатты беріп, ертіп келеді. Шал Төлепберген мен қызды үйіне әкеліп, қызды емдейді. Қыз әбден сауығады. Төлепберген 9 алтын ақшаны тамаққа жұмсап тауысады. Ақша таусылған соң жігіт тарығады. Қыз тағы да хат жазады да: «Осы хатты ешкімге көрсетпей, қаланың ортасында, есігінің алдында кісінің басы ілулі тұрған алтын сарайға енсең, ақсақалды шал отырады. Хатты соған берсең, маған алтын ақша береді», дейді қыз. Төлепберген хатты беріп, 1000 сом ақшаны алып келеді. Бір күні Төлепберген ренжіп: «Мен босқа әуреленіп жолымнан қалдым», дейді қызға. Қыз тағы хат жазып, бағанағы 1000 ақша берген шалға осы хатты берсең, патшалық киім береді. Оны кимей маған кел деп айтады. Төлепберген оны да алып келеді. Қыз Төлепбергеннің қолына 25 алтын ақша ұстатып: «Қаланы араласа, ат ойыны болып жатады. Сол жерде 2 патшаға кездесесің. Ол сені көрген соң қонаққа шақырады. Түнде қонбай қайтып кел. Олардың есігінің алдында алтын діңгек бар. Атыңды діңгекке байламай бос қой. Қайтарыңда үйге қонаққа шақыр. Сырыңды айтпа», дейді қыз. Төлепберген ат ойыны болып жатқан жерден 2 патшаға кезігеді. Олар Төлепбергенді қонақ қылады. Төлепберген оларды қонаққа шақырады. Сөйтіп Төлепберген таңертең қызға келіп, оларды қонаққа шақырғандығын айтады. «Мен 2 патшаны сенің айтуың бойынша шақырдым. Мына кедей шалдың 4 бұрыш тамына қалай күтеміз? Немен сыйлаймыз?» дейді. Қыз тағы хат жазып, Төлепбергенді баяғы 1000 алтын ақша берген шалға жұмсайды. Шал 40 дию ертіп келеді де, көзді ашып жұмғанша 40 бөлмелі сарай салдырады. Бірінен бірі аласа етіп ортасына 3 алтын тақ орнатады. Алуан түрлі тәтті тағамдар әзірлейді. Кешке 2 патша келеді. Төлепберген мен қыз оларды қарсы алып күтеді. Сарайдың төңірегіндегі биік таққа Төлепберген отырады. Онан соңғы 2 таққа 2 патша отырады. 40 дию оларға қызмет етеді. Ән, күй тартылып, қызу думан болады. Төлепберген мен қыз 2 патшаны жібермей қондырады. Төлепберген ұйықтап жатса, біреу келіп оятады. Қараса өзінің жолдас қызы. Қыз Төлепбергенге 40 диюға 2 патшаны өлтірткендігін айтады. «Қонақ болған адамды неге өлтірттің? Мен сенімен дос болмаймын», дейді Төлепберген қызға. Сонда қыз: «Олардың маған істеген зұлымдығын кейін айтамын. Өз істегендерін алдына келтірдім.
енді ұйықтай бер деп кетіп қалады. Таңертең Төлепберген оянса, сарайда қыз жоқ. Өзі үлкен дарияның жағасында жалғыз жатыр. Ол өз ісіне қапаланады да жардан қарғып суға түсіп кетеді. Оны ағып бара жатқан жерінен біреу іліп алады. Қараса, баяғы қыз, үстінде патшалық киім. Қыз Төлепбергенге сырын айтады. Мен Әлім деген патшаның жалғыз қызы едім. Атым Айгүл. Әкем өлді де мен оның орнына патша болдым. Әкемнің 2 уәзірі бар еді. Олар қыз патша бола алмайды деп менімен бақталастық жасады. Олар мен ұйықтап жатқанда найзалады да сандыққа салып көмді. Мен саған түсімде ғашық болдым. Түсімді бір түс жорушыға жорытқанымда сенімен өліп көрге түскенде жолығасың деп еді. Оның жоруы дәл келді. Бағанағы өлтірген 2 патша сол 2 уәзір. Алғашқы мені емдеген ақсақалды шал әкемнің досы, ғалым адам. Ал 1000 ақша берген әкемнің шаруашылық бастығы. Ал 40 дию әкемнің періден әкелген 40 жігіті. Олар құс болып аспанға да ұшады. Сенің әкеңнің патша екендігін, сенің соны іздеп шыққандығыңды ақсақалды ғалым оймен тауып маған айтты. Сенің далада жалғыз қалғандығың менің таққа отыруым. Енді менің орныма патша бол. Әкеңді періге мініп іздейін депті қыз Төлепберген қызға. Әкемді өз ниетіммен іздеп табамын деп қыздың айтқанына көнбепті. Төлепберген көнбеген соң қыз Төлепбергенге алтын ақша беріп, арғымақ мінгізіп, әкеңді тапқан соң маған қайта орал деп қоя береді. Төлепберген айдан ай өткенде бір қалаға келіп, саудагер болып дүкен ашыпты. Оның тұрпаттылығына қала халқы қайран қалыпты. Бір күні үлде мен бүлдеге бөленген 3 қыз келіп, Төлепбергенді қонаққа шақырыпты. Төлепберген 3 қыздың сарайында тамақ ішіп отырғанда 2 мүсәпір адам келіпті. Олар тамақ ішіп болған соң кетіп қалады. Төлепберген 3 қыздың сарайына түнейді. Ертеңінде сол қаланың патшасы Төлепбергенді шақырып алып түнде қайда болғандығын сұрайды. Төлепберген болған оқиғаны айтыпты. Төлепберген қонақ болған 3 қыз сол патшаның қыздары екен. Төлепберген қонақ болып отырғанда келген мүсәпір болып барған патша мен уәзір екен. Патша әмір етіп 3 қызды да Төлепбергенді де дарға асып өлтірмек болады. Дарға асқалы жатқанда Төлепберген қолындағы патшаның аты бар жүзікті патшаның алдына лақтырып, әкемді іздеп жүрген жетім едім. Осыны кезіксе әкеме табыс ет. Менің өлгендігімді айт депті. Патша жүзікті көре салып Төлепбергенді құшақтай алыпты. Бұл патша Төлепбергеннің баяғыдағы әкесі екен. Сөйтіп Төлепберген 3 қызды өлімнен аман алып қалыпты. Төлепберген әкесінің орнына патша болып тұрған кезінде еліне басқа бір елдің патшасы жаулық жасапты. Соғыста Төлепберген өзі шығып жаулыққа келген елдің патшасын жекпе-жекке шақырыпты. Ол да тайынбайтын ер екен, жекпе-жекке шығыпты. Екеуі 3 күн бойы алысып, бірін-бірі жеңе алмаған екен. Сөйтіп жүргенде жаулыққа келген елдің патшасының бетіндегі пердесі түсіп кетіпті. Ол баяғы Айгүл патша екен. Екеуі бірін-бірі танып, құшақтасып қосылыпты. 2 патша Төлепбергеннің атасы мен шешесін, әпкесін іздеп тауып,
мұратына жетіпті.